Ассалаумағалейкум. Бізде жиі қойылатын сұрақтардың бірі бұл қандай кітап оқысам болады деген сияқты сұрақтар бар. Иә, көбіміз кітап оқығымыз келеді, қандай білмеймін, бәлкім бір діни мотивация көрген кезде или болмасам бір адамдардың көп кітап оқитынын естіген кезімізде, немесе өмірімізді өзгерткіміз келген кездерде бір кітапқа деген құлшыныс ашылады. Осы бір кітап оқу керек еді деген сияқты. Енді кітапты қалай таңдаймыз? Көп адамда осы маған ең көп жиі қойылатын сұрақтардың бірі осы. Бұрында сондай болған. Қандай кітап оқуға кеңес бересіз деген сияқты сұрақтар. Енді бұл нәрсе бір не сияқты көрінеді маған. Дәрігерге барып тексерместен, дәрігерге менің түріме қарап маған бір витамин немесе дәрі жазып беріңіз, мені тексермей емдеңіз деген сияқты уәжге ұқсайды. Сол себепті мен бұл жерде адамдарға екі сұрақ қоям. Біріншісі, соңғы кезде сені не мазалап жүр? Өміріңде қандай қателіктер болып жатыр? Ең жиі қайталап жатқан қателіктерің неге қатысты? Қаржыға қатысты ма? Немесе қарым-қатынасқа қатысты ма? Немесе жүйесіздікке қатысты ма? Немесе не болып жатыр өз өміріңде? Екіншісі, жан дүниеңде қандай сұрақтар бар? Жауабын тапқың келеді. Мысалға, кейбір адамдар бар, ерте тұрғысы келеді, бірақ ерте тұрудың құпиясын білмейді. Соны тапқысы келеді. Немесе адамда шешім қабылдаудың өзіндік бір факторлары бар. Шешімді ненің негізінде қабылдайды, қандай факторларға сүйене отырып шешім қабылдау керек, көп. Соны білгісі келеді. Яғни сұрақтар бар іште. Екіншісі, ал біріншісі өмірдегі біздегі кезігіп отқан мәселелер. Яғни осыны бірінші параққа жазып шығу керек. Ал енді біз осы сұрақтардың жауабын табу үшін кітапты оқуымыз қажет. Кітап бұл егер салыстырмалы түрде немесе ұқсататын болсақ, ол бір саты секілді немесе бір баспалдақ секілді алуға болады. Яғни әрбір оқыған кітабыңыз бұл сіздің өміріңіздің сапасын көтеру керек, немесе біліктілігіңізді арттыру керек, немесе сіздегі ішкі сұрақтарыңызға бір жауап болуы қажет. Бізде өкінішке орай мынандай нәрсе бар. Танымалды тұлғалар, оның ішінде уағызшылар болуы мүмкін, дін мамандары болуы мүмкін, немесе кәсіпкерлер болуы мүмкін, мотиватор болуы мүмкін, түрлі адамдар. Яғни бұл кісілердің оқыған кітаптарын қарап, біз сол кітаптарды оқуға тырысуымыз. Бірақ ол нәрсе бізге мүлдем қажет болмауы мүмкін. Сол үшін пәленше мынандай бір кітапты кеңес берді екен деп та кітапты оқу ол құпталған нәрсе емес. Өйткені ол кісі өзінің саласында болуы мүмкін, немесе ол кісідегі проблемалар сізде болмауы мүмкін. Сол үшін үнемі кітап таңдайтын кезіңізде осы нәрсеге әдеттеніп алыңыз. Иә, сіз бір оқыған кітабыңыздың саны егер бір 200-300-ден өтетін болса, ол кезде кітапты қалай таңдау керек екендігі туралы өзіңіздің бір практикалық әдістемеңіз пайда болады. Иә, сіз оны сөзбен айта алмауыңыз мүмкін, бір белгілі құралдарды түсіндіріп бере алмауыңыз мүмкін, бірақ сіздің оқыған кітаптарыңыздың саны 200-300-ден өткен кезде ол өзіндік бір жүйеге қалыптасып қалады. Сол себепті алғашқы кезеңде кітап оқитын кезде осы нәрсені өздеріңізге әдет етіп алыңыздар. Ешқашан интернетте көрдім, мына жақта күшті айтты екен деп емес, бәлкім бағанағы сұрақтарға жауап беру қажет. Ал енді мен ақпаратқа сұрақтарымды жазып шықтым, ішкі одан кейін өмірімдегі қиындықтарды жазып шықтым. Енді соған шешім болатын кітаптарды табу керек. Бізде тағы бір мәселе бар. Біз не істейміз? Барамыз да сол тақырыпқа қатысты кітапты былай айтқанда қай кітапқа бірінші көзіміз түседі, немесе сөредегі қай кітап қолымызға бірінші түседі, соны алуға тырысамыз. Егер мүмкіндік болатын болса, сол тақырыптағы кем дегенде бір 5 кітапты таңдап сатып алатын кезде ішін ақтарып көру, бәлкім ішін ақтара алмайтын шығарсыз, онлайн тапсырыс беретін болсаңыз, сол кезде интернеттен қарап көру, ол кітаптар туралы қандай пікірлер айтылған, ол кітапқа қатысты көзқарастар қандай, одан кейін ол кітаптардың ютубта мыжынкасы бар ма, жоқ па, сол мәселелерді де көріп шығу қажет. Яғни кітап екенде бет алды сатып ала бермей,
Бұл жерде сіздің 3.000-4.000 теңгеңіз немесе 5-6 мың теңгеңіз кететін шығар. Мәселе ақшада емес, мәселе сіздің уақытыңыз бен сіздің энергияңыз қымбат. Яғни сіз сол нәрсені, мысалға қараңызшы, қасыңызда 3 кітап тұр, қайсы бірі жақсы екенін білмейсіз. Ең жақсысы бұл менің сол қолымда тұр, орташа деңгейде жазылған кітап бұл менің оң қолымда тұр. Ал сіз келдіңіз оң қолымдағы кітапты алып кеттіңіз. Зерттемегеніңіз себепті, талдау жасамаған себепті менің сол қолымдағы кітаптың бар екендігін де білмейсіз бұл өмірде. Бұл нәрсе бір сіздің даму жолыңызды баяулатуы әбден мүмкін. Өйткені екі кітапқа да адам бірдей уақыт жұмсайды, бірдей энергия кетіреді. Маңызды кітаптан алатын нәрсеміз. Яғни пәлен кітап Нью-Йорк Таймста бестселлер атанған екен, немесе әлем бойынша 40 миллион дана сатылған екен, немесе бұл кітапта мынандай кісілер оқыған екен деген отзыв деп айтатын болсақ, бұл нәрсені, бұл жеткіліксіз болады. Бізге маңызды біздің проблемамызды, біздің мәселелерімізді кітап шешу қажет. Шеше алмаса да, сол проблеманы шешуге бір нұсқаулық болуы, жол көрсетуі керек. Ал енді бұдан кейін, бағана айтқанымыздай, кітаптарды талдау кезінде әрбір кітапты ашып, кез келген бетінен, енді мен өзім жасайтын нәрсе, кітапты ашамын, ішін ашып көрем, 2-3 бет оқуға тырысамын. Егер оқып кете алсам, кітап маған түсінікті болса, ол кезде мен оны алам. Егер түсініксіз болса, өзі кітапқа өзіне қызықтыра алмаса, ол кезде тоқтатамын. Әсіресе бұл нәрсені аударма жұмыстарында жасаймын, өйткені аударма жұмыстары өте негізі күрделі. Өйткені мағынамен аудару қажет. Кітап аударған кезде сол мағынаны сақтап қалды ма, жоқ па, немесе тек қана сөздік аударма болды ма, ол жерде біздің Қазақстанның менталитетімен біздің түсінік деңгейіміз ескерілді ма аударма кезінде, олардың барлығына бір қарап көрем. Егер жақсы болса, ол кезде кітапты алуға тырысамын, егер болмаса, ол кезде мен алмаймын бұл нәрсені. Мен бұл нәрсені адамдарға да ұсынамын. Өйткені біз бұл әдісті қолданып жүргенімізге міне жақында 5 жыл болады екен, Аллахтың қалауымен. Осы 5 жылда кітап алудағы приоритеттеріміз, әдістемелеріміз осылай. Ол себепті біреу айтты, біреу үйтті екен деп кітап ешқашан сатып алуға болмайды. Немесе кітап екен деп оны оқи беруге де болмайды. Өйткені маңыздысы кітаптан пайда алу. Жақсы, сау болыңыздар.